Қайырлы күн, құрметті көрермендер, ұстаздар, оқушылар. Қайым атындағы республикалық конференцияның кезекті қонағы Астана қаласы білім басқармасының бөлім басшысы Асыл Амангелдіқызы келіп отыр. Жалпы бүгінгі республикалық конференция жайлы өз ойыңызды айтып өтсеңіз. Рахмет. Ең бірінші осы білім ордасы 20 жылы қазақ тілінде мемлекеттік тілде ашылған мектеп болатын. Ол бір үлкен қуаныш болды біз үшін. Одан кейін 21 жылы мынау қоғам қайраткері, ақын жазушы, ғалым Қайым Мұхамедханұлының есімі берілгенде, ол да бір біздің білім саласындағы ұлы тұлғаның есімі берілгені өте қуанышты болдық. Жалпы бұл гимназия жалғыз білім сапасымен ғана емес, осы тәлім-тәрбиеде ерекше орын алып, бір жақсы бағыттармен, жақсы жұмыстармен көзге түсуде. Енді бүгінде оның бір себебі осы Қайым Мұхамедханұлының 110 жылдығына ғылыми конференцияға келіп, куәгер болып отырмыз. Әрине, ол мектептің оқушылар үшін жалпы осы ұлы есімді ұлықтау, осы кісінің мұрасын дәріптеу, осы кісінің артына қалдырған ізгі, игі істерін әрі қарай насихаттау, бұл ойлаймын осы мектептің оқушыларына бір үлкен азық деп. Сондықтан мынау бүгінгі республикалық деңгейде өткізіп жатқан ғылыми конференция, бұдан әрбір ұстаздың, әрбір оқушының алары көп. Жалпы енді осы Астана қаласының мектептеріне, әр мектебінде әр ұлы тұлғаның есімі берілген. Сондықтан бұл бағытта жұмыстар жалғастырылуы керек деп ойлаймын. Оны әрі қарай жандандырып, жалпы халықаралық деңгейде де көрсетсе де артық болмас деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі іс-шара өте жақсы деңгейде, жақсы жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Көптен көп рахмет. Расымен де жаңа біз бұған дейін Қайым Мұхамедхановтың шәкірттеріне сұхбат алған болатынбыз. Сонда Қайым Мұхамедхановтың шәкірттері бір реніш білдіріп отыр. Қандай мақсатта? Мектеп бағдарламасында Қайым Мұхамедханов жайлы ақпарат жоқтың қасы дейді. Енді дәл осы тұста оқу-ағарту министрлігіне мүмкін осындай республикалық конференциялардың жаңағы ең соңғы қорытындысында ұсыныс хат ретінде жолдануы арқылы мүмкін алдағы 5 жылдықта ма, 10 жылдықта ма мектеп бағдарламасында абай шығармаларын текстологияларын зерттеуші Қайым Мұхамедханов мектеп бағдарламасы еніп қалуы мүмкін. Осы өте орынды деп ойлаймын. Жалпы бала мынау мектеп оқушылары жалғыз бұл мектептің емес, жалпы республикалық көлемде мектеп оқушылары бұл кісінің еңбегін жаңағы кішкентай жастан білсе, ойлаймын бүгінгі күнге жаңағы ересек балалар, жасөспірімдер, өскелең ұрпақ оны әрі қарай жалғастырады. Сондықтан жаңағы мектеп бағдарламасына оқулыққа енгізіліп жатса, әрине біз қолдаймыз. Өзіміздің тарапымыздан осы оқу-ағарту министрлігіне ұсыныс жолдасақ. Керемет. Енді демек Астана қаласы білім басқармасынан сондай оқу-ағарту министрлігіне хат жолданып, алдағы уақытта осы арманымыз кәдімгі іс жүзінде асып кетсе деген тілектеміз. Енді соңғы қорытынды сұрақ, жаңа биыл енді президенттің тапсырмасына сәйкес адал азамат деген біртұтас тәрбие бағдарламасы қазіргі таңда Қазақстанда мектептерде жүйелі жұмыс жасау үстінде. Осы адал азамат деген ұғымға Қайым Мұхамедхановты тікелей алып келсек болады. Себебі жаңа Қайым Мұхамедханов шәкірттері айтып жатыр, адалдық ұғымына кәдімгі феномен ретінде Қайым Мұхамедхановты қарап отыр. Осы жайлы өз ойыңыз қандай? Адалдық ұғымына Қайым Мұхамедхановты келтіру арқылы. Енді адал азамат деген өзі сөздің ішінде үлкен ұғым тұр. Оның мәні өте терең, мағынасы бір өзекті. Сондықтан ол адал азамат деген ол қазір ғана көтеріліп қойған жоқ, ол ерте заманнан осы ұлылардың салып кеткен ізінде бар. Бұл кісілердің жазған еңбегінде бар. Бұл кісілердің жаңаға беріп кеткен бізге асыл сөздері бар. Сол сөздерінен сол көруге болады бұл кісілердің адалдықтарын, бұл кісілердің отансүйгіштіктерін, патриоттығын, жалпы тілге деген, өзінің халқына деген құрметін осы еңбектерінен білуге болады. Сондықтан ойлаймын, адал азамат деген бізде қазір ғана емес, ұлылардың салып кеткен ізі, сол кісілердің мұрасы.
біз тек қана жалғастырушымыз. Көптен көп рахмет Асыл Амангелдіқызы, сүбелі сұхбатыңызға, алдағы ісіңізге береке берсін. Рахмет, сәттілік.